Қайырлы күн достар, сіздермен тағы да мен Арайлым. Бүгін сіздерге капкейкидің жасалу жолын көрсететін боламын. Дәл осылай өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бисквитін пісіріп аламыз. Ол үшін бізге керегі сары май, 2 жұмыртқа, ұн, кішкене ғана сүт, қант, және де қопсытқыш, яғни разрыхитель керек. Ал бисквитті арнайы осындай капкейкидің ыдысына пісіреміз. Егер бұндай болмаса, арнайы формаға да пісірсеңіздер болады, бірақ кекске арналған қағаз төсеулеріңіз керек. Ең алдымен сары майымызды ерітіп, сары майды құямыз, оның үстіне қантымызды саламыз. Миксердің көмегімен жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Қантымыз шамалы ерігеннен соң үстіне жұмыртқамызды саламыз. Тағы да 1 минуттай араластырамыз. Шамалы осындай ақ түске айналады. Оның үстіне сүтімізді құйып, тағы да араластырып жібереміз. Ал енді ұнымызға қопсытқышты қосып, бірге араластырамыз. Аз-аз мөлшерден сала отырып, бір массаға келгенше миксермен жақсылап араластырамыз. Міне осындай шамалы сұйықтау массаға келеді. Енді біз арнайы ыдыстарымызға құйып шығамыз. Мен әр ыдысқа 2 ас қасықтан құйдым. Яғни біздің ыдысымыздың жартысына дейін құйсаңыз жеткілікті. Өйткені қазір піскен кезде іседі. Бұл уақытта пешімізді қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің бисквитіміз пісіп дайын болып шықты. Дәл осындай әдемі болып сарғайып шығады. Енді біз кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки керек, яғни кілегей 33%-дық салқын кілегей болуы міндетті, және де творожный сыр, одан соң сахарная пудра, яғни қант ұнтағы керек. Ең алдымен сливкиімізді құйып аламыз. Кілегейіміз міндетті түрде салқын болуы керек, егер жылы болса, біздің креміміз дұрыс шықпайды. Қант ұнтағымен қосып, миксердің көмегімен шамалы қоюға келгенше араластырып аламыз. Міне осылай шамалы қою болған кезде біздің творожный сырды қосып, миксердің көмегімен крем шыққанша араластыратын боламыз. Бізде дәл осылай қою крем шығады. Өз формасын ұстаған кезде, яғни қоюланған кезде біздің креміміз дайын деген сөз. Енді мен кремге арналған осылай пакетке құйып алдым, және де насадка өз қалауларыңыз бойынша қолдансаңыздар болады. Менде жіңішке насадка болды. Сіздерде барынша қалыңырақ, яғни үлкенірек насадкаларыңыз болса, сіздердің капкейкаларыңыз әдемі болып көрінеді. Енді біздің кремімізді әдемілеп үстіне құйып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша жеміс-жидекпен, түрлі тәттілермен әсемдеуге болады. Мінекей достар, біздің капкейкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздер бұны бір рет үйреніп алсаңыздар, кез келген мерекелік кештерде өздеріңіз дайындай беретін боласыздар. Оның да ыдысы осылай өте оңай алынады, және де бисквиті жұп-жұмсақ болып шығады. Үгілмелі жұп-жұмсақ болып ауызда ериді. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Дәл осы рецепт бойынша жасасаңыздар, міндетті түрде сіздердің де капкейкаларыңыз керемет болып шығады.
сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Егер менің каналыма жазылмасаңыздар, міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.